негізі ана мен бала мәселесі көп қозғалып жатыр. Мысалы, өздеріңізде көп хабардар болып жатқан шығарсыздар, бізде жақсы білікті мамандар әлі де жетіспейді. Мамандар дегенде медик мамандар, әсіресе әйел гинекологиясы бойынша, гинекология мамандығы бойынша жақсы мамандар жетіспейді. Сондықтан енді осы нәрсені, ол ақиқат нәрсені айтып жатыр. Дегенмен айтатынымыз, егер шынымен ақ жаңағыдегі әйел кісінің денсаулығына немесе сондай бір зиян келді, немесе көтерген нәресте дұрыс емес болып тұр деген нәрсе айтылса, жақсырақ, дұрысырақ маманға, дұрыстап бірнеше маманға тексерілген абзал. Егер сол маманның барлығы бір ауыздан айтса, ондай болса шынымен ақ жаңағыдегі сол маманның айтқаныменен баланы алдырып тастай алады. Өйткені ананың өмірі бірінші орында тұрады баланың өмірінен. Ананың өмірін сақтау үшін баланы алдырып тасталмады.